Баршаңызға сәлем. Бүгін 6-та 1 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы проценттер. 1% бұл 100-ден 1 бөлік. Процентті бөлшекпен немесе натурал санмен жазу үшін пайыз белгісі алдындағы процент санын 100-ге бөлу керек. Бөлшекті немесе натурал санды процентпен жазу үшін оны 100-ге көбейтіп процент белгісін тіркеп жазу керек. 1085 есеп. 6-да 2-ші суреттегі А, Ә, Б суреттегі фигура ауданының неше проценті боялған? Асында қарайтын болсақ, фигура өзі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бөлікке бөлінген, соның 3 бөлігі боялған. Ендеше оның 10-нан 3 бөлігін табу, үшін неше процент екенін табу үшін 10-нан 3-ті біз 100-ге көбейтеміз. Бұл 30% болады, немесе 30%. Мұнай екіншісінде дәл солай орындаймыз. Бұл жерде 6-ға бөлінген 3 бөлігі боялған. Бұл 6-дан 3 бөлікті табатын болсақ, оны 100-ге көбейтсек, 50% болады. Кейінгісі де дәл солай. Бұл жерде 5-тен 1 үлесі боялған. Оны 100-ге көбейтсек, 20% болады. Дәптерге дәл осылай өрнектеп жазып қоямыз. 10-нан 3-ті 100%-ға көбейтетін болсақ, 30% болады. Бұл жерде 10 менен 100-ді қысқартамыз. 6-дан 3-ті 100-ге көбейтеміз. Бұл жерде 6-дан 3-тің өзін қысқартамыз. 2-ден 1 болады. 2-ден 1-ді 100-ге көбейтсек, 50%. Ал 5-тен 1-ді 100-ге көбейтетін болсақ, 5 менен 100 қысқарады. 100-ге 20-дан 5-ге 1-ден береміз. Демек 20% болады. 1086 есеп. Сөйлемнің мағынасын түсіндіріңдер. Бірінші, қарбыздың 98% су. Екінші, құлпынайдың 6% қант. Бірінші, қарбыздың 98% су деген ғой. Оны бұлай жазамыз. Демек, қарбыздың өзін 100% деп алсақ, 98% су, 2% басқа зат. Яғни, қарбыздың құрамында су көп. Ал екіншісінде құлпынайдың құрамында 6% қант деген. Демек, 94% басқа зат болады. Ендеше құлпынайдың құрамында қант аз деп түсінеміз. 1087 есеп. Бірінші процентті ондық бөлшекпен жазыңдар. Екінші процентті жай бөлшекпен жазыңдар. Есепті орындау үшін біз жоғарыдағы ережеден пайдаланамыз. Яғни, процентті бөлшекпен немесе натурал санмен жазу үшін пайыз белгісінің алдындағы процент санын 100-ге бөлу керек болады. Демек, бізде бірінші 1% берілген, 1%, оны 100-ге бөлеміз. 1-ді 100-ге бөлсек, 0,100-ден 1 болады. Өйткені бұны ондық бөлшекте өрнектейміз. 6%-міз 100-ден 6, яғни 0,100-ден 6 болады. 10%-міз 100-ден 10, 0,10-нан 1. 25%-міз 100-ден 25, 0,100-ден 25 болады. 50%-міз 100-ден 50, оны 0,10-нан 5 деп жазамыз. 0-дерін қысқартсақ, 10-нан 5 болады. Ал 75%-ті 100-ден 75 деп жазып, оны 0,100-ден 75 дейміз. 120%-міз 100-ден 120 болады, бұл 1,10-нан 2. 170%-міз бұл 1,10-нан 7-ге тең. Енді екіншісінде берілген процентті ондық жай бөлшек түрінде өрнектейміз. 2%-ті біз 2-ні 100-ге бөлеміз, бұл 50-ден 1 болады. Яғни 100-ден 2-ні 50-ден 1 дейміз. Мына жердегі бөлшек сызығы бөлуді білдіреді. Сондықтан жай бөлшек түрінде өрнектеп жазамыз. 5%-міз 100-ден 5, бұл 20-дан 1. 20%-міз 100-ден 20, бұл 5-тен 1-ге тең. 60%-міз 100-ден 60, бұл 5-тен 3-ге тең. 80%-міз 5-тен 4-ге, 140%-міз 1,5-тен 2-ге, 180%-міз 1,5-тен 4-ге тең. 1088 есеп. Бөлшектерді процентпен жазыңдар. Демек, бұл жерде берілген бөлшекті процентпен жазу үшін, немесе натурал санды процентпен жазу үшін, оны 100-ге көбейтіп, процент белгісін тіркеп қоямыз.
Демек біріншісі 100-ден 9, оны 100-ге көбейтсек 100-бен 100 қысқарып 9 қалады. Демек 9% болады. 100-ден 51-міз 51%, 100-ден 93-міз 93%, 10-нан 1-міз 10%, 20-дан 1-міз 5% болады. Енді екіншісі, бұл жерде 25-тен 1 екен, 25-тен 1-ді 100-ге көбейтетін болсақ 4%, 5-тен 3-ті 100-ге көбейтсек 5-пен 100 қысқарады да 20% қалады, 20-ны 3-ге көбейтсек 60% болады. 10-нан 3-міз бұл 30%, 4-тен 3-міз 75%, 50-ден 1-міз 2% болады. 0,10-нан 1-міз, 0,10-ді 100-ге көбейтсек 10% болады. Демек, барлығын 100-ге көбейтіп жазып қоямыз. 0,100-ден 1-міз 1%, 0,100-ден 8-міз 8%, 0,8-міз 80%, 1,6-мыз 160% болады. 0,100-ден 91-міз 91%, 1,5-міз 150%, 2-міз 200%, 2,7 270%, 3,2 320% болады. 1089 есеп. Егер берілген санның 1%-і осы сандарға тең болса, оның 100%-і неге тең? Санның 1% берілген болса, оның 100%-і неге тең екенін табу үшін біз әуелі пропорция түзіп аламыз. 4-тен 3-міз 1% болса, x-іміз 100%. Сонда x-ті 1-ге көбейтеміз, ал 4-тен 3-ті 100-ге көбейтеміз. Сонда 100%, яғни x-іміз 75-ке тең болып тұр. Екіншісін есептейміз. 20-дан 7-міз 1% болса, неше проценті, қай сан 100%, қандай сан екенін табуымыз керек. Ендеше қарапайым жолменен, пропорциямен бұл жерде толық көрсеткенмен қарапайым жолменен 20-дан 7-ні 100-ге көбейтіп жазып қойсақ жеткілікті. Бұл жерде 35 саны келіп шықты. Жиырма бестен 9-мыз 1% болса, 100%-і 36-ға тең болып тұр. Бір бүтін оннан 3-міз 1% болса, 100%-і 130-ға тең, яғни x 30-ға тең болды. 3,2-ден 1-міз 1% болса, 100%-і 350-ге тең. Және 5,4-ден 1-міз 1% болса, оның 100%-і 525-ге тең. 1%-і 1,8 болса, 100%-і 180-ге тең. 1%-і 0,127-ге тең екен, 100%-і 27-ге тең болады. 0,105-міз 1% болса, 100%-і 5-ге тең. 6,172-ның 172 1% болса, 100%-і 672. 9,103-міз 1% болса, 100%-і 903-ге тең. 9,9-мыз 1% болса, 990 бұл 100%. 1093 есеп. Ыдыстың 10-нан 7-сіне су құйылған. Ыдыстың неше процентіне су құйылған? Ыдыстың неше проценті бос? 100% үшін қандай шама алынған? Ыдыстың 10-нан 7-сіне су құйылған екен, енді оның процентін табу үшін біз бөлшекті 100-ге көбейтсек жеткілікті, яғни 10-нан 7-ні 100-ге көбейтеміз, бұл 70% болады. Демек, жауабы 70% су құйылған. Енді екіншісі, ыдыстың неше проценті бос дейді? Демек, ыдысты өзі 100% десек, 70% су болса, 30% бос болады. Үшінші, 100% үшін қандай шама алынған деген, 100% үшін ыдыстың көлемі алынған. 1091 есеп. Туристер баруға тиісті қашықтықтың 70%-ін автобуспен жүріп, қалғанын пойызбен жүрді. Туристер баруға тиісті қашықтықтың неше процентін пойызбен жүрді? 100% үшін қандай шаманы алу керек? Есептің сызбасын сызып аламыз. Туристер 70%-ін автобуспен жүрді. Қалған жолды пойызбен жүрді. Қалған жолды табу үшін біз
барлық бүкіл жолды біз 100% деп аламыз, ал автобуспен жүрген жолды азайтсақ 30 шығады. Демек 100-ден 70-ті азайтамыз, бұл 30% болады пойызбен жүрген жолы. Енді 100% деп туристердің баруға тиісті қашықтығын аламыз. 1092 есеп. Жеміс сусынын дайындау үшін алынған кептірілген жемістердің 35% алма, 30% алмұрт, 25% өрік, қалғаны алхоры. Кептірілген жемістердің неше проценті алхоры? Берілген жазаламыз: алма 35%, алмұрт 30%, өрік 25%. Қалғаны алхоры. Ендеше алма, алмұрт, өріктің неше процент екенін тау үшін осы үшеуін қосамыз. 35-ке 30-ды қоссақ 65, оған 25-ті қоссақ 90. Демек 90% алма, алмұрт, өрік екен. Қалғаны алхор болса, барлық кепкен жемістерді 100% деп алып, 100-ден 90-ды азайтамыз, 10% қалады. Бұл алхоры. Демек жауабы кептірілген жемістердің 10% алхоры. Немесе 10%. 1093 есеп. Бірінші, 1 метрдің 1% 7%, 40% неше сантиметр? Екінші, 1 центнердің 1% 15%, 75% неше килограмм? Үшінші, 1 килограммның 1% 3%, 10% неше грамм? Бұны есептеу үшін біз әуелі 1 метрді сантиметрде өрнектейміз. Яғни 1 метрде 100 сантиметр бар. 1%-міз бұл 100-ден 1 болады. Яғни берілген проценттің санын табу үшін соны берілген проценттің алдындағы санды 100-ге бөлу керек. Ендеше біз бірінші 1 метрдің 1%-ін табу үшін 100 сантиметрді 100-ден 1-ге көбейтеміз. Бұл 1 сантиметр болады. Ал екінші 7%-ін табу үшін 100-ден 7-ні 100-ге көбейтеміз. Бұл 7 сантиметр болады. Ал 100 сантиметрді 100-ден 40-қа көбейтіп, 40%-дің 40 сантиметрге тең екенін білеміз. Екінші, 1 центнерді 100 килограммға тең деп жазып алып, оның 1%-ін 100-ден 1-ге тең екенін табамыз. Ендеше 1 центнердің 1%-і 100-ден 1-ді 100-ге көбейттік. Бұл 1 килограмм болады екен. Енді 1 центнердің 15%-і, яғни 100-ден 15-ті 100-ге көбейтеміз. Бұл 15 килограмм болады. 1 центнердің 75%-і бұл 75 килограммға тең. Одан кейін 1 килограммның 1%-ін тауып аламыз. Ол 100-ден 1-ге тең болады. Енді 100-ден 1-ді біз көбейтеміз 1000 граммға. Өйткені 1 килограммда 1000 грамм бар. Сонда 10 грамм шығады. Демек, 1 килограммның 1%-і 10 грамм екен. Ал 3%-і 30 грамм болады. Көбейту жолдарын толық жазып қойдым. Және 10%-і 100 граммға тең екен. 1094 есеп. Процентті жай бөлшекпен жазыңдар. Берілген процентті жай бөлшекпен жазу үшін біз процент белгісінің алдындағы санды 100-ге бөлеміз. Яғни 15-ті 100-ге бөлеміз. Бұл 20-дан 3-ге тең. 6,14%-ымыз бұл 125-тен 8 болады. 35%-іміз 20-дан 7, 116%-іміз 1,25-тен 4. Оларды 100-ге бөліп, есептеп, толық жазып қойдым. 105%-іміз 1,20-дан 1-ге тең, 220%-іміз 2,5-тен 1-ге тең. 1095 есеп. Бөлшектерді процентпен жазыңдар. Бөлшектерді процентпен жазу үшін оны 100-ге көбейтсек жеткілікті. Және жанына процент белгісін жазып қоямыз. 20-дан 17-ні 100-ге көбейтсек 85% болады. 25-тен 11-ді 100-ге көбейтсек 44%. 50-ден 21-ді 100-ге көбейтсек 42%. 0,105-ті
процентпен жазатын 100-ге көбейтсек 5% болады. 0,100-74-ті 100-ге көбейтсек 74%, 1,2-ден 1-іміз 150%, 1,5-тен 3-іміз 160%, 2,25-тен 3-іміз 212%. 1096 есеп. Бірінші, шеңбердің радиусы оның диаметрінің неше процентін құрайды? Екінші, квадраттың қабырғасының ұзындығы оның периметрінің неше процентін құрайды? Шеңбер сызып қойдық. Міне, оның радиусы оның диаметрінің неше процентін құрайды дейді. Біз білеміз, диаметріміз бұл 2 радиуске тең. Яғни диаметрдің жартысы радиусқа тең болады. Оны табу үшін диаметрді 100% деп алсақ, 12-ге бөлсек, бұл радиусқа тең. Яғни радиусымыз 50%-ын құрайды екен. Ал квадраттың қабырғасының ұзындығы оның периметрінің неше процентін құрайды деген. Квадраттың периметрі 4a-ға тең, яғни қабырғаларының 4-ке көбейтіндісіне тең. Оны периметрді 100% деп алсақ, ол 4a-ға тең болады. Ендеше қабырғасының ұзындығын табатын болсақ, 100%-ті 4-ке бөлсек 25%. Демек, квадраттың қабырғасының ұзындығы оның периметрінің 25%-ын құрайды екен. 1097 есеп. Алманың 20-дан 17-сі су. Алманың неше проценті су? Екінші, орамжапырақтың 10-нан 9-ы су. Орамжапырақтың неше проценті су? Есептің шешуін орындаймыз. Алманың неше проценті су екенін табу үшін 20-дан 17-ні 100-ге көбейтеміз. Бұл 85% болады. Демек, жауабы алманың 85% су. Екінші, орамжапырақтың неше проценті су екенін табу үшін 10-нан 9-ды 100-ге көбейтсек жеткілікті. Бұл 90% болады. Демек, жауабы орамжапырақтың 90% су. 1098 есеп. Бірінші, теңіз суының 5% тұз. Теңіз суының неше бөлігі тұз? Екінші, жер бетінің шамамен 71%-ін мұхиттар алып жатыр. Мұхиттар жер бетінің қандай бөлігін алып жатыр? Демек, бұл жерде процент берілген. Санын табу үшін неше бөлігі табу, тұз екенін табу үшін біз 100-ге бөлсек жеткілікті. 5-ті 100-ге бөлсек 20-дан 1 болады. Демек, жауабы теңіз суының 20-дан 1 бөлігі тұз. Екінші, жер бетінің шамамен 71%-і мұхит болса, мұхиттар қандай бөлігін алып жатқанын табу үшін 71-ді 100-ге бөлсек жеткілікті. Демек, жауабы мұхиттар жер бетінің 100-ден 71 бөлігін алып жатыр. 1099 есеп. Бірінші, жұмысшы күндік тапсырмасын 18%-ке артық орындады. Жұмысшы күндік тапсырмасын неше процент орындады? Екінші, комбайншы комбайнның ақауы болғандықтан күндік тапсырмасын межелегеннен 12%-ке кем орындады. Комбайншы күндік тапсырмасын неше процент орындады? Демек, жұмысшы күндік тапсырмасын 18%-ке артық орындаса, ол бір күндік тапсырмасы 100% деп білсек, 100-ге 18 қосамыз, 118% болады. Демек, ол 118% орындаған. Ал енді екіншіде комбайнның ақауы болғандықтан 12 күндік тапсырмасын межелегеннен 12%-ке кем орындаған. Ендеше оның бір күнде орындайтын жұмысын 100% десек, 12% кем орындаса, 100-ден 12-ні азайтамыз. Бұл 88% болады. Демек, комбайншы күндік тапсырмасын 88% орындаған. 1100 есеп. Сыныптағы ұлдар қыздардан 20%-ке артық. Сынып оқушыларының неше проценті ұлдар, неше проценті қыздар? Ұлдар қыздардан 20% артық екен. Демек, қыздарды x десек, ұлдарды x қосу 20% дейміз. Екеуі қосылып 100% болады. Демек, енді осыларды екеуін қосамыз, x қосу 20% тең 100% болады. X-ке x қоссақ 2x болады, 20%-ің өзін жазамыз, тең 100% деп. 2x тең деп 100%-тен 20% азайтамыз, бұл 80% болады. X-ті табу үшін 80%-ті 2-ке бөлеміз. X-іміз 40% болады. Демек, бұл жерде x біздерде қыз еді, қыздар 40% екен, ал ұлдар олардан 20% артық. Демек, 40-қа 20-ны қосып, ұлдардың неше процент екенін табамыз. Яғни, ұлдар 60%.
1101 есеп. Тиісті сандарды тауып, сиқырлы квадраттың бос көздерін толтырыңдар. Демек, мына жерде бізге берілген 14 және 12, мына жерде 15, мына жерде 16 берілген. Біз бұл сиқырлы квадраттың қандай сиқыры бар екенін есептеуіміз керек бірінші. Ол үшін, демек, әрбір қатарда қосқанда қандай сан шығу керек, соны анықтаймыз. Ол үшін біз 14-ке 15-ті және 16-ны қосамыз. 14-ке 16-ны қоссақ 30, оған 15-ті қоссақ 45. Демек, әрбір қатар толтырған кезде 45 саны шығу керек. Ендеше 45 шығу үшін мына қатарды табайық. Мұны 16-ға 12-ні қосып 45-тен азайтамыз. Яғни 28 болады. 45-тен 28 азайтатын болсақ, 17 болады. Демек, мына бос көзге 17-ні жазамыз. Ал мына қатардыкен табу үшін 45-тен 14 пен 12-ның қосындысын азайтамыз. Бұл 26 болады. 45-тен 26-ны азайтатын болсақ, 19 болады. Қалғандарды дәл осылай жалғастырамыз. Ал мына екіншісінде мына сиқырлы квадраттың мәнін табамыз. Ол үшін 15-ке 5-ті қосып 7-ні қосамыз. Яғни бұл жерде әрбір қатарды қосқанда 27 шығу керек екен. Ал үшіншісінде 1,3-ке 1,2-ні 1,1-ді қосамыз. Бұл 3,6 болады. Дәптерге орындаймыз. Демек, бос көздерге мен берілген мына жерден есептеп тауып жазып қойдым. Бірінші 45-тен 16 мен 12-ның қосындысын азайттық. Бұл 17 болды. Оны мына жерге жаздым. Екінші 45-тен 14 пен 12-ның қосындысын азайттық. 19 шықты. Оны мына бос көзге жаздым. Үшінші 12 мен 15-дің қосындысын 45-тен азайттық. Яғни мына жерге жазу үшін. Демек, бұл 18 болды. Мына жерге жазып қойдым. Одан кейін 14 пен 18-дің қосындысын 45-тен азайтып, 13 шықты. Оны мына жерге жазып қойдық. Одан кейін 19 бенен 15-дің қосындысыны 45-тен азайттық. Ол 11 болды. Оны мына бос көзге жаздым. Екіншісінде дәл солай жалғастырдық. Бұл жерде 27 шығу керек. Барлығын есептеп жазып қойдым. Демек, мына жерде бірінші 9 бен 5-дің қосындысын 27-тен азайтып 13 екендігін таптық. Одан кейін 9 бен 7-ның қосындысын 27-тен азайтып 11 екендігін таптық. Одан кейін 11 мен 13-дің қосындысын 27-тен азайтып 3-ті таптық. Одан кейін 7 мен 3-дің қосындысын есептеп 17-ні таптық. Одан кейін 27-тен 15 пен 11-дің қосындысын азайтып 1-ді тауып жазып қойдық. Ал үшіншісінде 1,3, 1,2, 1,1-ді қосып, бұл сиқырлы квадраттың неше шығу керек екендігін есептеп тауып алдық. Бұл 3,6 болу керек. Ендеше қалған бос көздер дәл осылай 3,6-дан мына берілген сан табылған сандарды тауып жазып қойдық. Бұл жерде табылған сандар мәндері 0,9, 0,8, 1,5, 0,5 және 1,9. Бос көздерге жазылған сандарды мен қызыл сиямен жазып қойдым. 1102 есеп. А-ды кесіндісінің ұзындығы А-бы кесіндісі ұзындығының 75%-не тең. Міне жазып қойған А-ды кесіндісінің 75%-не тең екен А-ды кесіндісі. С-бы кесіндісінің ұзындығы А-бы кесіндісі ұзындығының 60%-не тең. Міне жазып қойыпты бұнда. С-ды кесіндісінің ұзындығы А-бы кесіндісінің ұзындығының неше процентіне тең. Есептің берілген қысқаша жазып аламыз. А-ды 75%, С-бы 60% екен. С-ды неше процент екенін табу үшін біз шешуін орындаймыз. Бұл жерде бірінші Д-быны тауып алуымыз керек. Ол үшін А-бы кесіндісінен А-ды кесіндісін азайтамыз. Бұл жерде А-бы кесіндісі толық еді ғой, оны 100% деп аламыз. Ал А-ды кесіндісі 75% еді. Сонда Д-бы кесіндісі 25%-ке тең екен.
Енді с-ды кесіндісінің қанша екенін табу үшін біз с-б кесіндісінен д-б кесіндісін азайтамыз. Яғни с-б кесіндісі бізде 60% деген еді. А-б-ның 60%-ін құрайтын еді ғой. Ал д-бымыз біз қазір ғана есептеп таптық. 25%-ке тең. 60-тан 25-ті азайтсақ 35% болады. Демек, жауабы с-д кесіндісінің ұзындығы А-б кесіндісі ұзындығының 35%-не тең. 1103-ші есеп. Өрнекті ықшамдап, мәнін табыңдар. Біріншісі 0,9х пенен 4,13х-тің қосындысынан 1,15х-ті азайтуымыз керек екен. Бұл жерде х-ымыз 3-ке тең. Енді өрнекті орындаймыз. Бұл жерде барлығы әріптік өрнек болғандықтан, әріптері бірдей болғандықтан әуелі 0,9х-қа 4-тен 3х-ті қосамыз. 4-тен 3-ті біз ондық бөлшек түрінде 0,175х деп жазып аламыз. Яғни 3-ті 4-ке бөлу арқылы. Енді 0,9-ға 0,175-ті қосамыз. Және одан шыққан санынан 1,115-ті азайтсақ 0,15 қалады. Демек, бұл 0,15х болады. 0,15-ті енді жазамыз да, х-тің орнына біз 3-ті қойып есептейміз. Бұл 1,15-ке тең. Екінші, 5,8-ден 3y қосу 2,125y азайту 1,16-дан 9y. Бұл жерде y-іміз 4-ке тең. Енді берілген аралас сандардың барлығыны біз бөлімдері әртүрлі болғандықтан оларға бірдей ортақ бөлім береміз. Әуелі қысқартып аламыз. 100-ден 25-ті қысқартамыз. Бұл жерде 100-ге 4-тен 25-ке 1-ден береміз. Яғни 25-ке бөлдік. Және енді оларға ортақ бөлім береміз. Біреуі 8 болды, біреуі 4, біреуі 16 болды. Демек, ортақ бөлім бұларға 16. Ендеше 16-ны 8-ге бөлсек 2-ден, 16-ны 4-ке бөлсек 4-ден, 16-ны 16-ға бөлсек 1-ден. Енді барлығының бөлімдерін бірдей қылып жазып аламыз. 5,16-дан y-ге 2,16-дан 4y-ті қосамыз. Және шыққан саннан 1,16-дан 9y-ті азайтамыз. 7,16-дан 10 болады. Одан 1,16-дан 9 азайтатын болсақ, 6,16-дан 1y қалады. Y-тің орнына 4-ті қойып есептейміз. Бұл жерде аралас санды бұрыс бөлшекке келтіріп аламыз. 6-ны 16-ға көбейтсек 96 болады. 96-ға 1-ті қоссақ 97. Демек, 16-дан 97-ні көбейтеміз 4-ке. 16 мен 4 қысқарады, 4-ке бөліп жібереміз. 4-ті 4-ке бөлсек 1, 16-ны 4-ке бөлсек 4. Демек, бұл 4-тен 97 болды. Ал енді 97-ні 4-ке бөліп, бұны ондық бөлшек түрінде жазып қойдық. 24,100-ден 25-ке тең болады. Үшіншісі 1,6-дан 5х пен 3-тен 2х-тің айырмасына 0,125х-ті қосуымыз керек. Бұл жерде х-ымыз 6-ға тең. Бірінші, мына жердегі ондық бөлшекті біз жай бөлшекке айналдырып жазып аламыз. Жай бөлшекпен өрнектейміз. Мыналардың өзін жазамыз. 1,6-дан 5х азайту 3-тен 2х деп 0,100-ден 25х-ті 100-ден 25х деп жазып алып қысқартамыз. 100 бен 25 қысқарады. 25-ке қысқарады. Мынаған 1-ден, мынаған 4-тен. Ендеше қайтадан жаздық. Демек, өздерін жазып барды. Бұл 4-тен 1х болды. Енді бөлімдерін қарасақ, әрқайсысы әртүрлі. 6, 3, 4 бұларға қосу азайтуды істеу үшін, орындау үшін бөлімдері бірдей болу керек. 6, 3, 4-ке ең үлкен еселік бұларға 12 болады. Демек, 12-ні 6-ға бөлсек 2-ден, 12-ні 3-ке бөлсек 4-тен, 12-ні 4-ке бөлсек 3-тен. Осылайша ортақ бөлім беріп есептейміз. Бұл енді 1,12-ден 10х азайту 12-ден 8х және 12-ден 3х қосу болды. Енді бұларды қосатын болсақ, бүтін саны өз жазылады. 10-нан 8 азайтсақ 2, оған 3-ті қоссақ 5 болады. Бөлімі өз жазылады. Демек, 1,12-ден 5х. Енді х-тің орнына мына берілген мәнін қоямыз. 6-ны қойып көбейтетін болсақ, мынау аралас сан болғандықтан бұны бұрыс бөлшекке келтіреміз. Бұл 12-ден 17 болады. Оны 6-ға көбейтетін болсақ, 12 мен 6-ны қысқартамыз 6-ға, мынаған 1-ден, мынаған 2-ден. Сонда
2-ден 17 болады. Бұны 17-ні 2-ге бөлсек 8,5-ке тең. Төртінші, 6,12 менен 1,5-тен 2 y-тің қосындысынан 0,32 y-ті азайтуымыз керек. Y-іміз 5-ке тең болады. Енді бұл жерде бірінші қосуды орындау үшін біз мына аралас санды ондық бөлшек түрінде өрнектеп аламыз. 1,5-тен 2-ні 5-ке бөлсек 0,14 болады, оған 1-ді қоссақ 1,14 болады. Енді жазамыз. 6,12 y қосу 1,14 y азайту 0,32 y деп. 6,12 y-ге 1,14 қосатын болсақ 7,52 y болады. Одан 0,32 y азайтатын болсақ 7,12 y болады. Енді y-тің орнына 5-ті қойып есептейміз. 7,12-ні 5-ке көбейтсек 36-ға тең. 1104-ші есеп. 6-да 4 суреттегі фигуралар ауданының неше проценті боялған дейді. Біз әуелі қандай бөлігі боялғанын тауып алайық. Бұл жерде міне асында мына фигурамыз параллелограмм сияқты екен. Енді оны санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 екен. 8-ден неше қатар екен табайық? 1, 2, 3, 4, 5 қатар екен. 8-ден 5 қатар болса, бұл жерде 44 көз екен. 44 көздің нешеуі боялғанын табу үшін бірінші міне 1, 2, 3 боялған. Ал мыналар жартыдан. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5-ден 2 болса, бұл 1,5 болды. 5-ке 3-ті қоссақ 8. Демек, бірінші фигурада 8 боялған екен. Ал енді 40-тан 8 боялған болса, оның неше пайызы боялғанын табу үшін біз оны 100-ге көбейтсек жеткілікті болады. Кейінгісін есептейміз. Мына жерде неше тор көз бар екенін есептеп шығайық. Бірінші мына ақтардың боялмаған бөлігін санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 екен. 14 екен. Ал енді мына боялған бөлігін санаймыз. Бүтіндерін санаймыз бірінші. 1, 2, 3. Мына фигурамыз симметриялы болғандықтан сол жағын есептеп аламыз. Оң жағы да дәл сондай болады. 1, 2, 3, 4 екен. 4 боялған. Жартыдан 1, 2, 3, 4, 5 екен. Енді дәл симметриялы болғандықтан мына жақта да 5 сондай болып орналасқан. Жарты-жартыдан 5-ден 5 бүтін болады. Оған мына 4-ті қосатын болсақ 9, мына 4-ті қоссақ 13. Мына жерде де 2 жарты бар. Бұл да 1 бүтін деп есептейміз. Сонда 14-ті боялған, 14-ті боялмаған барлығы болып 28 тор көз бар екен бұл жерде. Енді оның неше пайызы боялғанын табу үшін біз 100-ге көбейтеміз. Яғни 28-ден 14-ті. Енді мына жердегі есептеп шығамыз. Неше тор көз екенін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 екен. 14 болса, мына жақта 4 боялмаған бар. 18, 19, 20 болды. Мына жерде де дәл сондай 26 болды. Мына жерде 26 болды. Енді мына тор көздерді санап шығамыз. Мынау бір тор көз есептелінеді жарты-жартыдан. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Демек, бұл жерде 32 тор көз екен. Нешеуі боялғанын есептеп шығамыз қазір. Бірінші ортадағыларды санап алайық. 1, 2, мына 3-ден 6, 4, 10 болды. Мынау 11, 12, 13, 14, 15, 16. Демек, 16-сы боялған екен. Дәптерге берілген жазып қоямыз. Біріншісінде 40 тор көз екен, оның 8-і боялған. Демек, 40-тан 8-ді 100-ге көбейтсек 20%. Демек, 20% боялған. Ал әсінде 28 тор көз еді барлығы, 14-ті боялған екен, тең жартысы болып тұр. Ендеше 28-ден 14-ті 100-ге көбейтсек 50% болады. Ал үшіншісінде де дәл сондай тең жартысы боялған болып тұр. Барлығы 32, 16-сы боялған болса,
Бұнда 32-ден 16-ны 100-ге көбейтсек 50% болады. 1105-ші есеп. Бірінші, тік төртбұрыштың ауданы А 200%-ке, Ә 300%-ке артты. Тік төртбұрыштың ауданы неше есе өсті? Екінші, квадраттың ауданы 2 есе өсті. Квадраттың ауданы неше процентке артты? Тік төртбұрыштың ауданы 200-ге артты дейді біріншісінде. Тік төртбұрыштың ауданының өзі 100% деп алсақ, 200%-ке артса, онда 100-ге 200 қосамыз, 300% болған болады. Енді нешесі өскенін анықтау үшін біз осы 300-ді 100-ге бөлеміз, яғни S1-ді S-ге бөлеміз, бұл 3 есе өскен болады. Енді әсінде 300%-ке артты дейді. Тағы да тік төртбұрыштың ауданының өзін 100% десек, 300-ге артқан болса, ол 400% болды. Демек, бұл жерде де S1-ді S2-ге бөлеміз, яғни S-ге бөлеміз, 400-ді 100-ге бөлеміз, бұл 4 есе өскен болады. Ал кейінгісінде квадраттың ауданы 2 есе өсті дейді. Квадраттың ауданы міне S2-міз 2 есе артқан S1-ден. Сонда S1-ді 100% деп алатын болсақ, S2-міз 200% болады, яғни 2 есе өскен ғой, 100-ді 2-ге көбейтсек 200 шығады. Ал енді оның неше процентке артқанын табу үшін біз 200-ден 100-ді азайтамыз, бұл 100 шығады. Демек, квадраттың ауданы 100% артты. 1106-ші есеп. Егер заттың бағасы бірінші 5%-ке, 10%-ке, 15%-ке қымбаттаса, екінші 10%-ке, 15%-ке, 20%-ке арзандаса, оның соңғы бағасы алғашқы бағасының неше процентін құрайды? Демек, заттың бағасы 5%-ке қымбаттаса, ол алғашқы бағасының 105%-ін құрайды, яғни 100%-ке 5%-ті қосамыз. 10%-ке қымбаттайтын болса, алғашқы бағасының 110%-ін құрайды, яғни алғашқы бағасын біз 100% деп аламыз ғой. Одан кейін 15%-ке қымбаттайтын болса, 100%-ке 15%-ті қосып, 115%, яғни бұл алғашқы бағасының 115%-ін құрайды екен, жаңа бағасы. Ал енді екіншісінде арзандаған дейді. 10%-ке арзандаса 90%-ін құрайды алғашқы бағасының. 15%-ке арзандаса 85%-ін құрайды алғашқы бағасының. Ал 20%-ке арзандаса алғашқы бағасының 80%-ін құрайды жаңа бағасы. 1107-ші есеп. Тік төртбұрыштың ұзындығын 15%-ке кемітіп, енін 20%-ке ұзатқанда, оның ауданы неше процентке өзгереді? Сызбасын сызып алдық. Тік төртбұрыштың міне А және Б қабырғалары. А қабырғасын 100% деп алсақ, ол жерде 15%-ке ұзындығын кеміт деген ғой. Ендеше ұзындығын 15%-ке кеміту үшін 15%-ның қанша екенін білмейміз, оны X-пен белгілейміз. X-ті табу үшін А-ны 15-ке көбейтіп 100-ге бөлеміз. Бұл 0,115А болады. Енді А-дан 0,115А-ны азайтсақ, 0,185А болады. Өйткені мұны А-ның алдында 1 бар деп білеміз. 1-ден 0,115 азайтсақ, 0,185А болады. Енді енінді 100% деп алып, оны 20%-ке кемітуіміз керек екен. 20% қанша екенін табу үшін 20-ны Б-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Бұл 0,12 Б болады. Енді Б-ға 0,12 Б-ны қосамыз, өйткені оны арттырса деген ғой. Енін 20%-ке ұзартсақ дейді. Сонда арттырғамыз, ол 1,12 Б болады. Енді ауданын есептеуіміз керек, өйткені оның ауданы неше процентке өзгеретінін табуымыз керек. Ауданын А мен Б-ны көбейтіп тауып аламыз, яғни 0,185А-ны 1,12 Б-ға көбейтсек, 1,2 Б болады. Бұл тік төртбұрыштың ауданы. Енді бұл жерден S ауданымыз 100% болса, 1,2 ауданымыз ол
x деп белгілеп алдық. Енді бұл жерден x-ті табатын болсақ, 1,100-ден 2-ні 100-ге көбейтіп, S ауданға бөліп жібереміз. Сонда 102% болады. Енді 102%-дан 100% азайтсақ, 2% шығады. Демек, бұл жерде тіктөртбұрыштың ауданы 2%-ке өсті. 1108-ші есеп. Бірінші, квадраттың қабырғасының ұзындығын 30%-ке арттырса, оның ауданы неше процентке артады? Екінші, квадраттың қабырғасының ұзындығын 10%-ке кемітсе, оның ауданы неше процент кемейді? Квадратты сызып алдық. Квадраттың барлық қабырғалары бір-біріне тең болады. Демек, А қабырғасын 100% деп алатын болсақ, x-ті 130% деп есептейміз. Яғни 130%-іміз x, оны білмейміз қанша екенін. 30%-ке арттыр деген ғой, сонда 30% болса, бұл 130% болу керек. X-ті табу үшін A-ны 130-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз, бұл 1,3 A болады. Енді квадраттың ауданын есептейміз. 1,3 A-ны 1,3 A-ға көбейтетін болсақ, 1,169 A квадрат болады. Енді бұл жерде квадраттың ауданын 100% деп алатын болсақ, 1,169-ды біз x деп аламыз. Неше процент екенін білмейміз, сол процентін табу үшін, x-ті табу үшін 1,169-ды 100%-ға көбейтіп, ауданға бөлеміз, яғни мына жердегі. Демек, бұл тең болады 169%-ға. Енді 169-дан 100-ді азайтсақ, 69 болады. Демек, бірінші квадраттың ауданы 69%-ке артты екен. Енді екіншісін орындаймыз. Квадраттың қабырғасының ұзындығын 10%-ке кемісе, оның ауданы неше процент кемейді дейді. Квадраттың қабырғасын 100% деп алатын болсақ, оны 10%-ке кемітетін болсақ, 90% қалады ғой. Демек, 90%-ның x деп белгілеп аламыз. X-ті табу үшін A-ны 90-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз, бұл 0,9 A болады. Енді S аудан, квадраттың ауданын табамыз, ол A-ны A-ға көбейткенге тең, яғни бұл 0,181 A квадратқа тең болады. Енді 100%-ді S деп алатын болсақ, S-ті 100% деп алатын болсақ, 0,181 A квадратты X деп аламыз да. Енді есептейміз. Бұл жерде 0,181 квадраттың ауданını 100-ге көбейтіп, мына S ауданға бөліп жібереміз. Сонда 81% шығады. Енді 100-ден 81-ді азайтсақ, 19 шығады. Демек, квадраттың ауданы 19%-ке кемейді. 1109-ші есеп. Бұйымның бағасы бірінші айда 20%-ке қымбаттады. Екінші айда соңғы бағасы 20%-ке арзандады. Бұйымның бағасы неше процентке қалай өзгерді? Дәптерге бірінші берілген жазып аламыз. Бұйымның бағасы бірінші айда 20%-ке қымбаттаған ғой, сондықтан өзінің бастапқы бағасын 100% деп аламыз да, 20%-ке қымбаттаған кезін 120% дейміз. Оны біз x-пен белгілейміз, бағасын білмейміз. Енді x табу үшін 120-ны бұйымға көбейтіп 100-ге бөлеміз, бұл 1,12 бұйым болады. Енді екінші айда бағасы 20%-ке арзандапты. Демек, x тауып қойдық, біз жаңа 1,12 бұйымыз 100% дейтін болсақ, 80%-ді x деп аламыз да, x-ті табамыз. X табу үшін 1,12 бұйымды 80-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз, бұл 0,196 бұйым болады. Енді 0,196-ны 100-ге көбейтетін болсақ, 96% болады. Енді 100%-тен 96%-ті азайтамыз, бұл 4% болады. Демек, бұйымның бағасы 4%-ке арзандады. 1110-ші есеп. Сәуле бірінші күні кітаптың 25%-ін оқыды. Ол екінші күні бірінші күнге қарағанда кітаптың 20-дан 3-ін артық оқыды. Қалғанын келесі күндерде оқуға қалдырды. Сәуле екінші күні кітаптың неше процентін оқыды?
Сәуле кітаптың неше процентін келесі күндерде оқуға қалдырды? Есептің берілген қысқаша жазып аламыз. Бірінші күні 25%-ін оқыған, екінші күні бірінші күнге қарағанда 20-дан 3-ін артық оқыған, ал одан кейін қалғанын келесі күндерде оқыған екен. Енді бұның шешуін табу үшін екінші күні қаншасын оқыған, қанша процент оқығанын тауып алуымыз керек. Ол үшін 25%-ке 20-дан 3-ті 100-ге көбейтіп, 20-дан 3-тің неше пайыз екенін тауып аламыз. 20-дан 3-ті 100-ге көбейтсек 15% болады. 25-ке 15-ті қоссақ 40%. Бұл екінші күні оқыған кітаптың беті. Енді қалғанын келесі күндерді оқыды дейді ғой, оны табу үшін біз барлық кітаптың бетін 100% деп алсақ, бірінші күні 25%, екінші күні 40% оқыған, осы екеуін қосып 100-ден азайтамыз. Бұл 65 болады, 100-ден 65 азайтсақ 35%. Демек жауабы Сәуле екінші күні кітаптың 40%-ін оқыды. Кітаптың 35%-ін келесі күндерде оқуға қалдырды. 1111 есеп. Сүттің 8% қаймақ, қаймақтың 25% май. Сүттің неше проценті май? Демек, сүттен қаймақ, қаймақтан май алынатын белгілі. Енді біз бірінші сүтті барлығын сүтті 100% деп алатын болсақ, оны X дейміз, ал қаймағымыз 8% екен. Енді қаймақ қанша екенін табу үшін біз 8-ді X-қа көбейтіп 100-ге бөлеміз. Бұл 0,8X болады. Ал енді одан кейін майды табуымыз керек. Бұл жерде 0,8X-іміз 100% болатын болса, май 25% екен. Енді майды есептеп табу үшін 0,8X 25-ге көбейтіп 100-ге бөлеміз. Бұл 0,2X болады. Енді майды есептейміз. 0,2 болса, X-тің орнына 100-ді қоямыз ғой. Есептесек 2% болады. Демек, жауабы сүттің 2% май екен. 1112 есеп. Мирас тақтаға 3-ке бөлінетін, 5-ке бөлінетін сандарды жазды. Ол тақтаға жазған сандардың 50% 3-ке бөлінеді, 70% 5-ке бөлінеді. Мирас тақтаға жазған сандардың неше проценті 15-ке бөлінеді? Эйлер Вен дөңгелегін сызып аламыз. 3-ке бөлінетіндер біріншісі, екіншісі 5-ке бөлінетіндер. 50% 3-ке бөлінеді екен. 70% 5-ке бөлінеді екен. Мирас тақтаға жазған сандардың неше проценті 15-ке бөлінеді дейді. Енді бұл жерде жазамыз. 3-ке де 5-ке де бөлінетін сандарын тауып аламыз. Ол 20% болады. Яғни 70-тен 50-ді азайтатын болсақ, 20 болады. Бұл 3-ке де 5-ке де бөлінетін сандар. Яғни 3-ке де 5-ке де бөлінсе, 15-ке де бөлінеді олар. Ендеше 20% 15-ке бөлінеді екен. 1113 есеп. Балықшылар аулаған сазан мен көксерке 37, шортан мен көксерке 19, алабұға мен шортан 25. Балықшылар аулаған сазан мен алабұға нешеу? А нұсқа 43, Б нұсқа 52, С нұсқа 48, Д нұсқа 50. Енді бұл жерде берілген балықтардың аттарын бас әріптерін жазып қоямыз. Бірінші әріптерін сазан мен көксерке С мен К-ны 37 екен. Шортан мен көксерке 19 екен. Алабұға мен шортан 25 екен. Демек, бұл жерден біріншісінен біз көксерке қанша екенін табамыз. Бұл 37-тен сазанды азайтамыз. Ал шортанды табу үшін 25-тен алабұғаны азайтамыз. Енді осы екеуіні шортан менен көксеркенің екеуіні мына жерге орнына қоямыз. Шортанға мына екеуін қоямыз.
шортанның орнына 25 азайту аны қойдық. Көксеркенің орнына 37 азайту сыны қойдық. Бұл 19-ға тең деп есептедік. Енді бұл жерден А қосу С деп жазып, 25-ке 37-ні қосып, 19-ды азайтамыз. Сонда А қосу С-мыз 43-ке тең. Яғни сазан мен алабұға 43 екен. Бұл А нұсқа болып тұр. Демек жауабы сазан мен алабұға 43 екен. Осымен бүгінгі 6-да 1-ші сабақтың есептері толық орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.